саршығанның ішіне кіріп отырған не говорит? Не говорит? Ничего не говорит деп қоясың. Не говорит нахрен? Аля. Не деген көп машина бұлар? Полный болып тұр ғой что ли? Ябана нах. Не говорит, блядь. Пробка фуралардың бәрі. Положиптер. Қашқан теңіз керемет, жол жақсы болып жатыр. Аспанда әдемі болып тұр. Жағымыз Балқаш көл. Көрмейтін жерімізді. Міне Қашқан теңізге жеттік. Әйтеуір бағарып грузымызды тастап Балқашқа обратно қайтып келатырмыз. Шығанақтамыз, Достар кафесінің алдында тұрмыз. Артымыздағы намазханасы. Сағат қазір 6 болды. Кеше ерте жатып қалған ек, шаршап ұйқы кеп. Соған таңертең ерте тұрып алдық. Жанымызда Чангандыр ғой, Чанган деп. Қытайский машиналар тұр жанымызда. Қайда кетіп баратқан? Ал енді Құдай қаласа Алматыға жол жүреміз енді. Алла амандығын берсе Алматыға жетіп алайық. Гелюс Дио кафе ма? Соның жаңағы фуралар ұйықтап отыр ғой. Газға тоқтай берші көш жерге бір. Газ жоқ деп. Шотал беріп бет, шотал деп тұратын еді ғой. Талон деп. Шымкентский талон деп. Газ қоятын еді көш жерден. Шымкентский талон бермесеңдер газ құймайым деп. Ай білә дейсің. РП машина толып тұр РП-да. РП машина толып тұр. Бісміллә деп біз кеттік Алматыға қарай. Күн деген алдыдан ұрып бір қотыр. Ақсүйек. Алдымызда Ақсүйек, Құдай қаласа. Ашық болып тұрайды жақсы. Күн алдыдан шығып тұрғаны жаман болып тұр да. Көзге шағылысып, көзді ауыртып жатыр. Так погода күшті болып тұр. Төрт баласақ салып жатыр жолда. Жол керемет болып түсіп жатыр. Төрт баласа болды.
Келдік Алматыға. Спусктан түсіп жатырған кішігірім перевалымыз біздің. Не деп ат қоямыз бұл перевалға? Айтып бердіңдер. Кішігірім подъем, кішігірім демеймін, бұл әжептәуір бұл подъем енді. Әжептәуір машинелерің, мен деген машинелерің өзін ұйықтап шығады оны ерден әрең дегенде. Короче. Бұл жерден 100-бен шығатын машина жоқ ол әлі. Үш подъем, үш спуск. Ана тұста тағы бар, ана Алматыға кіре берсіндегісі биік бар. Әжептәуір биік. Екінші спуск. Бұл спуск нормальный да, енді ана көтерілген кезде подъемға. Вот сол жері әжептәуір подъемы. Әжептәуір биік подъемы. Алматыға кіріп келдік. Шабыт ықшам ауданы дейді. Шабыт микрорайонынан өтіп жатырмыз. Құдай мына жерде шиномонтаж, тамақ ішетін жері бар. Бұның тамағын білмеймін, бірақ жеп көрмеппіз бұның тамағын. Мойкасы бар. Мына жерде автомойкасы енді қымбат негізінде автомойка. Бір мотор жүргізгенге 5000 теңге алады. Самомойкамен 1000 теңгемен 500 теңгемен жүріп шығасың ол самомойкадан. Ерден де бірдеңе салып жатыр екі этажға. Не салып жатқан? Короче, кіріп келдік мына Алматыға. Между Речинскқа келдік. Бұл жерде де мойка бар. Бұл жерде де мойка бар. РП заправка. Как обычно толып тұрады бұл жерде фуралар. Мы с Синоем. Келдік, короче, Алматыға. Мына жолды салғандарына рахмет енді әйтеуір. Айтпесе деген ана переезді ойбу сағаттап тұратын едік қой переезді. Таңертең болсын, обедте болсын, кеште болсын, шығарда болсын, пробка деген страшный болатын еді. Мына жаққа ол үшін бұрылмайтын болдық қой біз. Мына жаққа ол үшін бармаймыз. Жақсы болды. Алматыдан без проблем шығып кетесің де осы мосттан. Қаланың ішіндегі пробкасын құртса енді вообще күшті болады. А так на мостқа базар жоқ анда рахмет. Прямо өтіп кетесің ғой переезден. Алматыға кірген кезде без проблем кіресің де. Ең бір жақсысы осы болды әйтеуір.